Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 5 сынып математикасының координаталық сәуледе ондық бөлшектерді кескіндеу тақырыбының С тобының есептерін шығарамыз. Сонымен 773 есептің бірінші есебіне қарайық. Бізде осы сандар берілген. Берілген 3 санның қайсысы ең үлкен, қайсысы ең кіші? Қос теңсіздік түрінде жазыңдар дейді. Ал енді бізде 3 санды жазып алайық. Ал енді осы 3 санды бір жазып алсақ, 18,6, 0,6 және 1,186. Енді біз салыстырған кезде ондық бөлшектің бүтін бөліктеріне қарау керек екенін білеміз. Бүтін бөліктері бұл жерде 18, 0 және 1. Енді бізге қайсысы ең үлкен екені бәрібір түсінікті, себебі 18 ең үлкені. Ал одан кейінгі үлкені бізде 1 болып табылады. Ал ең кішісі әлбетте 0 болады. Бірінші ең кішісін жазайық. 0,6 дейік. 0,6 бізде 1,186-дан кіші. Сондықтан оны 1,186-дан кіші деп жазамыз. Ал біздегі осы 0,6 және 1,186 ол екеуі де бізде 18,6-дан кіші. Мінекей осылайша қос теңсіздік түрінде жаза аламыз. Немесе керісінше 18,6-ны бірінші жазамыз. Және ол ең үлкені болғандықтан одан кіші болып табылады бізде 1,186. Немесе бізде 1,186 және 18,6 бізде екеуі де үлкен болып табылады 0,6-дан. Қалай жазсақ та бәрібір бізде 18,6 ең үлкені болып табылады, ал 1,186 бізде орташасы, яғни 18,6-дан кіші, бірақ 0,6-дан үлкен болып табылады. Ал 0,6 ең кішісі. Мінекей осылай жаза саламыз. Ал 773 есептің 4-ші есебінде бізде осы сандар берілген. Олармен де дәл сондай нәрселерді істеу керек. Ондық бөлшектің бүтін бөліктерін ғана салыстыра саламыз. Бүтін бөліктер бұл жерде мінекей үтірге дейін орналасқан 81 және үтірге дейін орналасқан 0 және үтірге дейін орналасқан 8. Мінекей осылар бүтін бөліктері. Сонымен бізде қайсысы үлкен делік? 0, 8 және 81. Әлбетте ең үлкені 81 сан. Ең үлкені 81. Ал одан кейінгі бізде кіші болып табылатыны, бірақ 0-ден үлкені ол 8. Ал бізде 0 ең кішісі болып табылады. Сонымен бізде тізбекті қатарымен қос теңсіздікпен жазуымыз керек. Ең бірінші кішісінен жазайық. 0,100,000-нан 81,243. Ол кіші болады 8,10,000-нан 1,243-тен. Ал ол кезегінде кіші болады 81,10,000-нан 243-тен. Немесе керісінше, ең үлкен бірінші жазайық. 81,10,000-нан 243 ол үлкен болып табылады 8,10,000-нан 1,243. Ал ол әлбетте үлкен болады 0,100,000-нан 81,243-тен. Осылайша керісінше жазсақ та болады. Сонымен 776 есепте бізде былай дейді. Бірлік кесіндісі 5 сантиметрге тең координаталық сәуле сызыңдар дейді. Мен 3 сантиметрлік сыздым. Сонымен координаталық сәуле бойында А нүктесі 0,2-де, мінекей біздегі А нүктесі 0,2-де орналасқан. С нүктесі болса 1,9-да орналасқан. Осы екеуін белгілейміз. Содан кейін бізде бірінші тапсырма бойынша бізде былай дейді. А нүктесінен оң жаққа қарай ұзындығы 0,9 бірлік кесіндіге АВ кесіндісін салып, В нүктесінің координатасын жазыңдар дейді. Енді біз былай аламыз. Бізде 0,2 осында орналасқан. Енді одан оң жаққа қарай 9 бірлікті санап аламыз. 9 бірлікті санайтын болсақ, бізде былай болады. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Неге 9 бірлікті санадық? Демек біздегі Д нүктесі осында орналасқан болады. Демек Д нүктесі, оның координатасы бізде 1,10-нан 1 екен. Себебі бізде мұнда 1 орналасқан және 1-ден
оң жаққа қарай бір бірлікке жылжып тұр. Сонда D нүктесінің координатасы 1,1 болады екен. Сонда біздегі координата бойынша AD-ны сызыңдар деп еді. A мен D бізде бұлай болады. Сонда AD осында бұлай орналасқан болады. Сонымен AD кесіндісін мінекей таптық. Және D нүктесінің координатасы бізде 1,1 болады. Сонымен D нүктесінің координатасы бізде 1,1 тең. Екінші тапсырма бойынша S 1,9 нүктесінен сол жаққа қарай ұзындығы 0,6 бірлік кесіндіге тең CD кесіндісін салып, D нүктесінің координатасымен жазыңдар дейді. Сонымен бұл екінші тапсырма болғандықтан, біз мұндағы D-ны өшіріп тастайық. Сонымен S нүктесінен біз солға қарай 6 бірлікті санайық. S нүктесі бізде мінекей мұнда тұр. Енді одан солға қарай 6 бірлікті санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Демек біздегі D нүктесі ол мұнда орналасқан болады. Екінші тапсырмада бізде сұрап отқан D нүктесі осында орналасқан екен. Енді оны жазамыз. D нүктесі дейміз. Біздегі 1 дегеніміз бірлік осында орналасқан. Осы бірліктен, сонда ол бізде 1 деген бірліктен, яғни мынадан оңға қарай 1, 2, 3. D нүктесінің координатасы 1,3 екен. Яғни екінші тапсырмада сұраған біздегі координатасы D тең болады 1,3.